отбасының құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының Конституциясының 5-ші бабында тәртіпленген. 27-ші бап. Отбасында ұл бала мен қыз балалар болады. Олардың қуанышты кездері, олар бір-біріне көмектескенде, ірі мерекелерде, туған күн болғанда. Олар ренжісуі таласқанда, ойнағанда, сайысқанда. Біздің қорытынды ойымыз, ұл бала мен қыз бала қарым-қатынастары жақсы болуы керек. Отбасындағы балалар, ағамыз бізді қыдыртқанда, әртүрлі ойындарға апарғанда, балымыздан әпергенде. Біз алфавиттеріміз келіспей қалды. Себебі ол анаға қызғанды. Біздің қорытынды ойымыз, отбасыдағы балалар бір-бірін сыйлау керек, құрметтеу, қорғау. Ғана ойлайды. Ол үйдегі адамдармен өзінің затын ешкіммен бөліспейді. Егер бір отбасыда өзімшіл адам болса, онда берекелі шаңырақтың шырқын бұзады. Өзімшіл адам басқалармен өзінің затын бөліспеушілікті мүлдем білмейді. Орыс ассоциация және реактивтік сызба тақтамен жұмыс істейді. Әкемнің міндеті ол үй ішін басқару және де жұмыс істеу және үйдің тірегі болу. Менің міндеттерім ойнауға, құқығымын оқуға, сосын тамақ ішуге, ата-анама көмектесуге, білім алуға, жинау, тамақ пісіру,